Онды ауылы Маңғыстау ауданының Беткеұстар ауылдарының бірі. Себебі бұл жер Қазақстанның жазушысы Әбіш Кекілбайұлының туған жері. Бұл жерде 167 үйде 947 адам тұрады. Біздің ауылымызда учаскелік полиция инспекторы және оның көмекшісі және Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектепте жаңа балалар полициясы қызмет етеді. Біздің жергілікті тұрғындармен өте тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Қауіпсіздік ережелері сақталған біздің мектепте. Қазіргі таңда 32 камера жұмыс жасап тұр. Сыртқы камера 6, іште 26 камера бар. Полиция қызметкерлерімен тығыз байланыстамыз. Қауіпсіздік ережелерін түсіндіреміз. Өзіміздің инспекторымыз бар. Ауылға келіп, осы үй беріліп тұрады біздің ауылда. Жағдай болып жатса, инспектор қасымызда, табыл нүктесі де барлығы да жұмыс жасап тұр. Мектептің қай оқушысын тұрғызып сұрасаңыз да, Әбіш туралы, атамыз туралы барлығын біледі. Барлық бала өлеңдерін жатқа біледі. Сайыстар өткізіп тұрамыз. Әуеш оқулар жөнінде шығармаларын оқып, соларды насихаттаймыз. Әбіш атамыздың есімі мәңгі қалады деп ойлаймын. Осындай жанашыр халқы бар, ауылы бар кезде. Онда ол жақсы, тыныш, ұрлық онда ештеңе жоқ. Осы участковый уақытлы келіп, қызметтерін қарап, жұмыстарын жасап тұрады. Ауылды толыққанды қауіпсіз деп айта аламын. Маңғыстау ауданында полиция бөлімінде 8 жылдай уақыт болды жұмыс жасап кеткенімізде. Соңғы рет Онда ауылында және Үштаған ауылы, Бейік ауылында мал ұрлығы тіркелді 2021 жылы. Одан бері қылмыстық оқиға тіркелген жоқ. Жергілікті әкіммен күнделікті байланыстамыз. Мектеппен де директормен постоянно үзбей байланыста отырамыз. Рейдке енді көбіне демалыс күндері шығамыз. Бүгін қыдырушылар көп болады. Қауіптің бәрін ескертіп, таулы аймақтарға шыққанда жол ережелерін сақтап, көлікті мас күйінде басқармауға профилактикалық шаралар жүргізіп отырамыз үнемі. Қазақ даласының әр тасы қағбам, әр бұтасы сәждем. Әбіш Кекілбаев.